Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін апельсин қосылған пирог жасайтын боламыз. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка батырмасын басып кетіңіздер. Ыдысымызға жұмыртқаның 2 сарысын саламыз. Және 1 жұмыртқа қосамыз. Қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырып алатын боламыз. Ерітілген майымызды қосып, миксермен тағы да араластырып аламыз. Қопсытқыш қосамыз. Електен ұнымызды өткізіп алып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Жақсылап араластыру керек. Түйіршіктері қалмау керек оның. Пирогымызға апельсиннің қабығын теркадан өткізіп қосамыз. Апельсинді домалақ пішінді қылдырып, кесіп аламыз. Формамызға ұнымызды себемізде, апельсиндерімізді қойып шығамыз. Енді пирогымыздың қамырын саламыз. Осылай тегістеп шығасыздар. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің апельсин пирогымыз дайын. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.